ми сіздің ана нәрсе арманыңыз екенін түсінбейді. Оған тек ол нәрсе белгісіз болып тұр. Неге? Себебі ол нәрсені ол бұрын көрмеген, бұрын жасап көрмеген. Ол білмейді не болады. Яғни страх, неизвестность, белгісіздік, қорқынышы. Алла тағала өзі бүйтіп солай жаратқан бізді. Ми кез келген нәрседен бізді қорғап тұрады. Кез келген нәрседен. Жапондық па техника бар, қателеспесем 5 секунд деген. Сен ойыңа келген нәрсені сол 5 секундтың ішінде шешім қабылдап істеп кетпесең, ми саған жан-жақтан неше түрлі жағдай сылтауларды жаудырады. Вот сол сылтаудың арбауына түсіп қаласында болды. Сен сол орында баяғы жартас, сол жартас болып отырасың. Ол яғни энергия бізде бар ғой. Соны ол түсінеді. Мен егер мен істейтін болсам, мен мынанша энергия жұмсаймын, маған көп энергия бөлу керек болады. Ол мені өлтіруі мүмкін деп жағдай не қылады. Ойлайды ми. Ол түсінбейді. Ол миыңызға жаймен сіз түсіндіруіңіз керек, жаймен үйретесіз. Тренировкаға барасыз ғой. Тренировкаға барған кезде бір рет барған кезде сразу ақтап кетесіз ба? Фитнеске барғанда бірінші рет барған кезде сразу бұлшықеттіңіз бит шығып кете ма? Жоқ. Сол секілді миды жаймен үйретіп келісімге келесіз миыңызбен. Үйретесіз, апарып мынаны көресіз, бұл қорқынышты емес екен, мынау қорқынышты емес екен деген сияқты жан-жаққа апарып көрсетесіз.